Армысыз көрермен. Бүгін біздің қонағымыз Фариза. Фариза үйде отырып қазіргі таңда бухгалтерлік қызметтерді атқарып жүр. Фаризаның Фариза өзіңіз жайлы қысқаша айтып кетсеңіз. Саламатсыз ба? Біріншіден көп рахмет осындай бүгінгі керемет сұхбатқа шақырғаныңызға. Енді өзім туралы қысқаша таныстыратын болсам, мен есімім Фариза. Бір 10 жылдай банк қызметкері болып жұмыс атқардым. Банкте несиелеу саласында, жеке тұлғаларды, онан кейін бизнесті несиелеу саласында қызмет атқардым. Кейін осы Астана қаласына бір 3-4 жылдай болды көшіп келгенімізге. Келгеннен кейін кеңсеге жұмысқа шықпай, қазіргі таңда үйден бухгалтерлік қызмет атқарамын. Екінші мамандықты игеріп алдым, бухгалтерлік. Міне осы 2 жылдай болды бухгалтермін. Және де мына қазіргі адамдарда көп кредит, несие бар ғой, несиелерін төлей алмай жүр, өсіп кетеді. Солардың счеттары арестта тұрады. Сол аресттерді шешіп беру, несиелерді бір графикке қойып беру сияқты қызметтер көрсетемін үйден. Керемет, тамаша. Қазіргі таңда осы бүгінгі біздің тақырыбымызда сол несие жайлы болып отыр. Көптеген адамдар несие алып, бір несие емес, бірнеше несие алып қарызға батып жүрген адамдарды өзіміз білеміз, және жақын таныстарымыз да бар деп айта аламын. Сол жалпы несие алу жөнінде өзіңіздің көзқарасыңызды білдіріп кетсеңіз. Айтуыңыз дұрыс. Қазір